Ассалаумағалейкум қасиетті қазақ елі. Ассалаумағалейкум қадірменді оқырмандарым. Ұлттық дүниені ұлықтап келген ұлы даланың киелі қыз-келіншектері, қош келдіңіздер. Барлықтарыңыз білесіздер, осы YouTube арнасындағы менің қазақ тіліндегі өткен шеберлік сабақтарыма, ең алғашқы шеберлік сабақтарыма қолдау көрсеткен Ақтөбе облысының әкімі Оңдасын Сейілұлы Оразалин мырза. Төтенше жағдай кезінде бүкіл Ақтөбе өңірінің қыз-келіншектеріне және Рамазан айының құрметіне бүкіл қазақ даласының қыздарына менің шеберлік сабақтарымды ақысыз жеткізу ұйғарылды. Енді осы кісінің қолдауымен өтіп жатқан менің шеберлік сабақтарым тамамдалды. Бірақ та алыстамаңыздар. Сіздер үшін менің тағы да бір керемет сүйінші хабарым бар. Сонымен бүгінгі сабағымызды біз қандай тақырыпқа арнаймыз? Менің Инстаграм парақшамда, Фейсбук парақшамда күні-түні сіздер жазып жатырсыздар. Ананы үйретіңізші, мынаны үйретіңізші деп. Сонымен көп ойланып, басым тілектер паркет құрағын сұрадыңыздар. Паркет құрағын қалай жасайды? Ана көрпенің шетінде, ойма көрпенің шетінде паркет құрақ бар. Калаш көрпенің шетінде мен паркет құрақты қолданамын. Соны үйретіңізші деп. Сонымен бүгін біз осы паркет құрағын үйренеміз. Бұл құрақты үйрену үшін ең алдымен әдеттегідей бізге қандай құрал жабдықтар керек? Мен соны атап өтейін. Матаны қыздар өздеріңіз екі түрлі бояу аласыздар. Мен мына жерде велюрді алдым. Таңда өздеріңізден креш велюр ма, әлде турецкий велюр ма, матовый велюр ма, әлде жаңағы глянцевый дейді. Мен енді кәдімгі осы нарықтағы атымен атайын, басым көпшілігі сүй деп атайды. Сондықтан ол өздеріңіздің таңдауыңызда. Енді бірақ талап қойылады біреу ғана. Ол бояулары қанық болу керек, бір-бірін өте жақсы ашып тұру керек. Сонымен мен мынау бирюзовый дейміз, көк аспан бояуды, және күлгін бояу, розовый, я болмаса кейде фукси дейді. Мен осы екі түрлі бояуды алдым. Осындай екі түрлі бояудың велюрі. Одан кейін мынандай бізге астар керек. Астардың размері қыздар 54-54. Міндетті түрде осы астарды диагональ бойынша қосып аламыз. 54-54 бізге 3 тал керек. Осы астардың матасы көбінесе сұрап жатырсыздар, матаның атын айтыңызшы деп. Орысша бәз дейді, қазақ тілінде бидай шпөрек. Бидай шпөректің орташа қалыңдығын алыңыздар. Мүлдем жұқасы жарамайды қыздар, құрақтарыңыз ойнап кетеді. Мүлдем қалыңы да жарамайды, көрпе ауырлап кетеді. Сондықтан да орташа тығыздығын алыңыздар. Оны қалай анықтайсыз? Сатушыға, жаңағы матаны алып бетіп сатушыға қарағанда, сатушының бейнесі көрінбейді. Сол сіздің орташа жаңағы тығыздығыңыз. Жарай ма? Бәз, я болмаса бидай шпөрек. Одан кейін бізге әрине сызғыш керек. Ені 2,5 сантиметр. Менің қазіргі үйрететін құрағымның ені 2,5 сантиметр. Жалпы паркет құрағында шидің жіңішке болғаны жақсы. Сонда құрағыңыз паркет сүйкімді көрінеді. Жарай ма? Іштен етпейді ғой деп 3 сантиметр, я болмаса 3,5 сантиметр алмағаныңыз жөн. Мен енді бұл сіздермен ылғи айтам ғой. Менің қанша жылғы бұл менің тәжірибем қыздар, жарай ма? Одан кейін қысқаша сызғыш керек бізге. Қайшы, қаламсап. Сонан кейін мына велюрдің размері 51-51 3 тал аласыздар. 51-51 3 тал. Кесіп дайындап қойыңыздар, қиып. Сонан кейін, егерде жастық жасайтын болсаңыздар, дәл осы дизайнға жастықтың размері 57-57. Біреу, екеу, үшеу ол өзіңіздің жобаңызға байланысты, жарай ма? Бізде әдеттегідей ылғи айтам 4 көрпе, 4 жастық. Одан кейін міндетті түрде шилеп аласыздар. Егерде мынандай жаңағы турецкий қалың велюр болса, мен матовый жақсы көрем, сіздерге ылғи айтам. Міне ешқандай оны астарлаудың қажеті жоқ, флизеліндеп, я болмаса жаңа қатайтудың қажеті жоқ клеймен. Міне осылай осы тұрған қалпында
2 жарымда 2 жарым, несі ені 2 жарым шидім. Содан кейін міне мынандай күлгін бояу розовый. Енді менің қазіргі жобама мына осы турецкий велюрдің розовый болмады, сондықтан да мен креш велюрді ұстадым, қолдандым, бірақ артын бумажный флизеленмен флизелендеп алдым. Сонда мынау кішкене қалыңдау, құрақты кішкене қалыңдау болған жақсы тіккен кезде жүрей ме. Одан кейін мен мынандай трафареттерді қолданам. Осы сабақтарда бақ, береке, бірлік. Осындай 3 трафаретті қолданам. Егер де қыздар осы трафаретті алғыларыңыз келсе, мынау қиылған түрі бізде 3000 теңге, ал егер де электронный почтамен алам десеңіздер 2000 теңге. Электронный почтамен сіздерге жібереміз, өздеріңіз сол жерде жаңа принтермен басып шығаруларыңызға болады. Одан кейін бізге мынандай 6-да 6 осындай квадраттан 3 квадрат қажет. 6-да 6. Мен енді мынандай жаңағы көк бояумен алдым. Өздеріңізге байланысты. Ортасын қызыл қыласыз ба, әлде көк қыласыз ба? Мен енді көк қылып алдым. Сонымен бүкіл құралдардың бәрін мен атап өттім, қажетті. Енді бастайық. Қыздар, енді бастайық. Мынау 54-54 астары жаңа біз шилеп алдық. Астардың барлығын қыздар жан-жағын шилеп аламыз. Жалпы мен бүкіл құрақтарымның барлығын ылғи шилеп аламын. Білесіздер ғой. Жаңа диагональдарын қосып, бұрыштарын қосып, мен мына ортасын тауып аламын. Бұл не үшін керек? Бұл жаңағы құрақтың әдемі біркелкі тігілу үшін, сонан кейін сапасының жоғары болу үшін мен міндетті түрде өстіп шилеп аламын, жүрей ме? Енді мынау 6-да 6 бұл көз. Мынау үлкен көз, мынау кіші көз. Енді кіші көзді тура ортасын табамыздағы, мені таптым, табамыздағы қазір тігеміз. Мен ең алдымен ылғи бір жағын тігіп аламын. Сонда мына көз орнынан тапжылмайды, жүрей ме? Одан кейін, егер де көздің бояуы мына жерде қазір міне бирюзовый, я болмаса көк, голубой, қалай дейсіздер. Міне осының сыртын мен қазір мынау күлгін бояумен 4 жағын айландырып шығам. Одан кейін келесі кезекте жаңа көк бояумен 4 жағын айландырып шығам. Бұл құрақтың аты құдық, я болмаса колодец. Тек қана айырмашылығы біз әдетте 18-ге 18-ге тігетінбіз. Астары 18-де 18 болатын. Дәл қазір біздің құдық өте үлкен, размері 54-де 54. Енді бастайық. Ылғи қыздар тіккенде лапканың шетімен мынау сіздің шиіңіздің шеті бірдей түссін, жүрей ме? Сонан кейін бүкіл құрақтың бәрін лапканың енімен тігіп шығамыз. Лапка ылғи осы лапканың енімен тігіс түсу керек, жүрей ме? Қозғамаймыз. Осы иненің астында тұрады, жүрей ме? Міне мен бір жағын тіктім, міне. Көрдіңіздер ғой? Енді бұл ешқайда қозғалмайды. Мына нені үлкен көзді шығармаңыздар лапканың астынан. Енді ары қарай біз күлгін бояуды қазір контрастный бояумен тігейік. Тура 90 градуспен алып келем. Үстіңгі шиді кішкене жоғары көтеріңіздер, себебі велюр бір-бірін тебеді, қыздар. Жетпей қалғаннан гөрі артық тұрғаны құптан құп болар еді, жүрей ме? Мен мына ортасына дейін тігіп алдым, сонан кейін барып қиям, жүрей ме? Ана 18 көздерде мен сіздерге айтушы едім ғой. Инені қадағаннан кейін қия берсеңіздер болады деп. Ал қазіргі жағдайда ортасына дейін тігіп алып, одан кейін қиған жөн. Қолыңызбен үтіктеп отырыңыз. Үнемі қолыңызбен үтіктеп отырыңыз.
Мен алып отырамыз, қыздар. Мінекей, көрдіңіздер ғой. Үстіп аяғына дейін тігіп шығамыз. Міне, сонымен біз мынандай 3 табақ үлкен құдықты тігіп шықтық. Үлкен құдықты. Бұлардың астарының размері 54-54 болған. Бірақ мынау өте үлкен табақ қой енді. Сондықтан тігілген кезде жаңағы астарының барлығы отырады. Дайын кезінде 52-52 болады, қыздар. Жарай ма? Енді бұл табақтарды біз не істейміз? Мына жерде міне көрдіңіз бе? Мына ортасы розовыйдан тігілген. Мен эксперимент ретінде жаңағы көрейінші дедім. Ал мынау жаңа біздің сізге айтқан, мынау ортасы көзі, үлкен көзі 6-6, мына жерде голубой. Осы размерге 54-54 размеріне, егер де ортасын голубойдан бастасаңыз, онда шеті де мынандай жаңа күлгін болып түседі екен, міне. Көк болса, шеті де көк болып түседі екен. Ал егер де ортасын қызылдан тіксек, онда шеті қызыл болады. Жарай ма? Сондықтан мен 2 түрін жасадым эксперимент ретінде. Енді бұл үлкен құдықты біз қазір шилейміз. Шилегенде мынаны алып, жаңағы диагоналін қосамыз. Дайын күйінде, қыздар, дайын күйіндегі құрақ жасап болғаннан кейін әдемілеп тұрып қосып қойайық. Міне. Құрақ тіккенде де ортасын табамыз. Қазірде міне ортасын таптық, міне. Бір құрақты мен мына көкпен, ортасы көк көздегі құрақты мен 4 жағында қостым. 4 бұрышында қостым, міне ортасы көкті. Ал ортасы күлгін құрақты мен тек қана бір диагональды ғана қосам, жарай ма? Міне былайынан, қыздар. Бірақ диагоналін ғана қосамыз. Міне. Бұрыштан бастап аккуратно, жарай ма? Кішкене ұстап отырыңыздар. Қаламды батырыңқырап, міне. Тура ортасынан міне біреуін ғана сыздым. Келесі 3-ші фрагментті дәл солай біреуін ғана сызамыз. Ортасын мына диагональдан мына жерге дейін, мына бұрыштан мына бұрышқа дейін бірақ диагональ сызамыз. Енді ары қарай бұларды біз қазір тігеміз, қыздар. Қалай тігетінді мен сіздерге қазір көрсетемін. Мына жерде көрдіңіз ғой? 4 жағын біз қостық, мына диагональдің 4 жақтан 4 бұрыштың барлығын қостық. Бұны не үшін қостық, қыздар? Қазір мына жерде мына тігістің мына біздің сызған жеріміз лапкамен бірдей қалады. Мына жағынан, сол жағынан тігіс түседі және оң жағынан тігіс түседі. Түсінікті ғой, е? Біз мына сызықты лапка үшін жасадық. Қазір енді осы лапканы мен сызықтың шетіне қоям. Міне. Енді ақырындап оны сызған сызығымызды, қыздар, кетіп қалмаңыздар, жарай ма? Тура сол сызған сызықтың лапканың бойымен тұрсын, міне. Лапка сол сызықтың бойымен, міне, жылжып келе жатты, көрдіңіздер ғой. Енді сызық ортасында тұр. Енді 2-ші жағын тігіп шығамыз, қыздар. Тура сол сызықтың үстіне қоямыз да лапканы. 2-ші жағын тігіп шығайық. Сызықтан ауытып кетсеңіздерші, қыздар, жарай ма? Неге екенін қазір түсіндірем.
сөйтіп мына бір жағын бітірдік. Енді мына екінші жағын тура солай тігіп шығамыз, қыздар. Тура солай. Сызық тек қана жаңағы лапканың ориентирі үшін ғана, жүрей ме? Міне бір жағын бітірдік, қыздар. Енді тура солай екінші жағын сөйтіп тігіп шығамыз, жүрей ме? Сызық лапка үшін ориентир. Екінші жағын тігіп шығамыз. Сызық тағы да оң жағымызда қалады. Міне сызықтың екі жағынан мына бұрыштардың бәрі қосылды. Бәрін тігіп шықтық. Енді бұл бір фрагментін төрт жақтан қосамыз, ал бір фрагментін екі жақтан қосамыз, қыздар. Қазір жаңағы төрт жағын қоссақ, енді мына жерде тек қана бір жағын ғана, екі бұрышты ғана қосамыз. Алдыңғы құрақта біз төрт бұрышын қостық. Қалған үш табақ қой, соның біреуін төрт бұрыштан қосамыз, а екеуін тек қана екі бұрыштан ғана қосамыз, қыздар, жүрей ме? Қазір мен дизайн көрсеткенде түсінесіздер. Міне, қыздар, екі бұрышын қосып, сызықтың екі жағын тігіп шықтық. Осындай бізде екі фрагмент болады, и бір фрагментті төрт бұрышын қосып шықтық. Енді ары қарай жалғастырайық. Қыздар, сонымен біз мынандай үлкен үш табақ, міне үшеу жасадық, көрдіңіздер ғой. Осындай үш табақ құдық құрағын тіктік. Енді жаңа бұрыштарын қостық қой, міне екі табақтың екі жақтағы бұрышын қостықтағы, үшінші табақта бүкіл төрт бұрышын қостық. Ары қарай не істейміз? Міне, көрдіңіз ғой, міне бір бұрышпен екінші бұрышты қостық. Енді біз мына екі тігістің арасындағы сызықпен қиып шығайық. Сонан кейін мына қияр кезде мына қайшыны ылғи мынау астыңғы дүзін столдан ажыратпаңыздаршы. Сонда қиғанда тіп-тік әп-әдемі болып қиылады, жүрей ме? Келесінде сөйтіп қияйық. Мына төрт жағынан тігілді, сондықтан бұны біз төрт жағынан қиямыз. Қазір. Міне, екіге бөлдік. Енді мынаны тағы да бөлеміз. Екі тігістің арасындағы сызықпен, қайшымен қиып отырамыз. Тура сол сызықтың үстінен. Қиып біттік. Енді мына соңғысын қияйық. Енді түсіндіңіздер ғой, қыздар, неге ортасындағы квадратты біз үлкен қылып алдық? Егер де мына квадраттар жақын болса, онда мына жақтың бәрі жалбырап кетер еді. Сондықтан біз мына ортадағы квадратты 6-да 6 қылып алдық. Міне, сонымен міне осындай бізде 4-4-тен осындай
үлкен кіші төрттен бұрыштар пайда болды. Енді осы бұрыштардан қандай дизайн жасауға болатынын қазір мен сіздерге көрсетемін. Қыздар, енді мына көрпені танып тұрған шығарсыздар, иә? Осының алдындағы сабақтарда біз осы көрпені басынан аяғына дейін 2 бөлім сабаққа бөліп біз осыны үйренгенбіз. Бір айырмашылығы, қазір сіздердің алдарыңызда 3D көлемді оюмен жасалынған көрпе, ал біз осы ақысыз сабақтарда бұның жаңағы қарапайым түрін үйренгенбіз. Егер де 3D-ні үйренем десеңіздер, құны 2000 теңге, ол сабақ ақылы. Менің Instagram парақшамда бүкіл ақпарат бар. Жалпы ақылы сабақтар жайлы, жарай ма? Енді мен неге осы бояуды алдым? Мен алдыңғы сабақтарда өткен дизайнды жалғастырғым келді. Егер де осындай қошқар мүйіз көрпе тіксеңіздер, алдыңғы сабақтарда көрсеткен дейгіп тура осындай тігуге болады. Ал егер де сіз жаңа құрақ пен оюды араластыратын технологияны қаласаңыз, мен әдетте өзім сөйтіп жасаймын. Мен жалпы маталардың фактурасын араластырғанды жақсы көремін. Сонан кейін технологиялардың, техникалардың несін жаңағы әдістерін араластырғанды жақсы көремін. Енді мен қазір сіздерге осы қошқар мүйіз оюмен құрақ техникасын қалай араластыруға болатынын көрсетейін. Енді жаңа естеріңізде ғой, біз мынандай құрақты 4-ке бөліп жасадық. Размерін айттым, сол размерін бұлжытпай орындаңыздар. Енді мына бұрышта қошқар мүйіздің орнына, қыздар, мен үстіп міне құрақты орналастырсам, міне екі жағына бірдей, көрдіңіз ғой, міне толығына дейін көрсетейін сіздерге. Міне егер де құрақ пен оюды араластырсақ, қыздар, міне мына жаңағы 4 бұрыш, мына екі жағын жабады, е? Міне. Қыздар, мына бұрыштарын жаптық, мына бұрыштың бәрін жаптық. Қараңыздар, қандай әдемі, мүлдем жаңа дизайн пайда болды, е? Ортасына қошқар мүйізді қойдық. Одан кейін жан-жағына міне псевдо паркет құрақ, псевдо жалған паркет құрақ. Егер де жаңағы біздің өзіміздің құрақ техникасымен жасасақ, онда бұл өте күрделі және уақытты көп алады. Ал мына құрақтың түрін үстіп, жаңа паркеттің орнына үстіп бұрышты қиылыстырып, менің тапқан бір құпиям болған. Біз көп жылдар бойы үстіп паркетті тігеміз. Сол құпиямен сіздермен бөлісіп жатырмын. Сондықтан да осы псевдо паркетті өздеріңіздің ойыңыздың ұшқырлығына байланысты кез келген дизайнда қолдана аласыздар, жарай ма? Енді бұларды өзара қалай қосамыз? Мен қазір кішкене ғана естеріңізге түсіріп айтып кетейін, бірақ оған мен осы дәл қазіргі сабақта мен эфирдің уақытын жоғалтқым келмейді. Қалай қосатындығы жайлы алдыңғы өткен сабақтардан көре аласыздар. Сілтемесін мен осы видеоның астында қалдырам. Сондықтан кішкене ғана естеріңізге салып кетейін, ал дәлірек алдыңғы сабақта көресіздер. Мынау бұрыш құрақ, қошқар мүйіз, сонан кейін мынау үлкен бұрыш құрақты осылайынан диагоналмен қосамыз. Келесі ең үлкен фрагмент, мынау үлкен бұрышпен қошқар мүйізді, одан кейін мынау үлкен жаңағы бұрышты өзара қосамыз. Сонан кейін үшіншісін өзара қосамыз. Міне үлкен бұрыш, қошқар мүйіз, кішкентай бұрыш. Ең соңында барып, мынау ең соңында осы бұрышты қосамыз. Ең соңында мынау міне екі жақта қалып қалған бұрыш бар, соны қосамыз. Сондықтан бүгін ойлаймын бір керемет, өте бір қарапайым жолын көрсеттім сіздерге, оңай жолын деп айтсам болады. Сондықтан мына көрпені қай жағдайда жаңа кімге тартуға болады, кімге сыйлауға болады.
Әрине бұл мен бұндай көрпені құда мен құдағиға берер едім. Жаңа бұл молшылықтың, тоқшылықтың, берекенің нышаны қошқар мүйіз 4 түлік малмен айналысқан біздің ата-бабаларымыздан қалған классикалық оюдың түрі. Ал мынау жаңа құрақ біздің аналарымыздан жеткен шиұрақтың осындай заманауи түрі. Сондықтан да егер де қыздың жасағын жасаймын десеңіздер, міндетті түрде қыздар 4 көрпе бірдей тұрып жасаңыздар. Сонда бұл өте тартымды болады, өте тоқ болады, сонда бір көзің жауын алатын қыздың жасауы болады. Сол осымен мен бүгінгі сабағымды аяқтайын. Барлықтарыңызға ризашылығымды білдіремін. Осы біздің қазақ тіліндегі арнамызға қолдау көрсетіп, осы қазақ тіліндегі арнамызға шыққан мастер-класстарға өздеріңіздің пікірлеріңізді ылғи білдіріп отырасыздар. Үлкен рахмет. Әдеттегідей, бүгінгі шеберлік сабақтар сіздің көңіліңізден шықты ма? Пікірлеріңізді қалдырыңыздар тура осы видеоның астына. Лүпілдеріңізді аямаңыздар. Одан кейін, егер де біздің осы каналымыздың ақпараттарын қолма-қол алғыңыз келіп отырса, біздің осы ақысыз сабақтар жайлы ақпаратты қолма-қол алғыңыз келсе, онда тіркеліп қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Енді сабағымның соңында бұл сабақ тек қана бір бөлігі. Екінші бөлігін келесі сабақтан көріңіз. Есіңізде ғой, сабақтың басында мен бақ, береке, бірлік деген 3 сөзді араластырып дизайн көрсетемін. Ол тікелей бүгінгі сабаққа байланысты. Осымен барлықтарыңызға үлкен рахмет. Келесі сабағыма қош келдіңіздер. Көріскенше күн жақсы.